Павлодар облысы қарттар үйінің қызметкерлері қариялардың зейнетақысы мен жәрдемақысынан ұсталатын күтім ақысын астыртын қолданып келген. Бұл алаяқтық әрекет қарттар дүниеден озғаннан кейін белгілі болған. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жергілікті департамент өкілдері жалғыз бұл емес, өзге де құқық бұзушылықтарды әшкере етіп, бірқатар былықтың бетін ашты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Павлодардағы қарттар мен мүгедектерге арналған әлеуметтік қызмет көрсету орталығында 300-ге жуық тұрғын бар. Өткен жылы 40-қа жуық қарияның өмірден озғанына қарамастан, оларға зейнетақы жазылып, жәрдемақы тағайындалған. Яғни марқұмдардың шотына қаражат аударылып, тұрғындардың күтіміне арналған қосалқы ақы заңсыз қолданылып келген. Алдыңғы тексеріс бойынша анықталған фактілер бойынша 38 адам анықталды, бірақ та 16-сы нақты дәлелденді. 184 мың шығын бұл кінәлі адамдар бұлар қайтарады. Бұл мүмкін мамандардың салғырт қарауы немесе үстірттің қарауынан болуы мүмкін. Әр қабатта әлеуметтік жұмыс өз қызметін атқарады. Олар жалпы тізімін береді. Сонымен қатар қабатта мысалы сол гигиеналық құрал жабдықтарды беретін шаруашылық бекет бар. Сонымен қатар қарттар үйі мекемесінің жетекшілігіне 1 жыл бұрын тағайындалған Нығмат Көбеновтың 2001 жылы істі болғаны анықталды. Сыбайлас жемқорлық бойынша жауапқа тартылған басшы жұмысынан босатылып, ағаттыққа жол берген қызметкерлер қатаң сөгіс алған екен. Бұл туралы өңірдің сыбайлас жемқорлық профилактикасы басқармасының бас маманы Нұржан Толыбеков хабарлады. Атап айтатын болсақ, сол облысымыздың қарттар үйінде қамқоршылықта болған тұлғалардың қайтыс болған күндерінен бастап 3 ай уақыт мерзімінде сол қаза болған адамдардың зейнетақы карточкаларының пайдалану мүмкіндіктері ол және өздеріне қатысты алтын бұйымдардың жою тәртібінің қарастырылмағаны бәрі осы жемқорлық тәуекелдері болып саналады. Сондай-ақ облыста жүзеге асып жатқан еңбек мемлекеттік бағдарламасы сөз жүзінде ғана орындалып келген. Мәселен, Ақсу қаласында және Ертіс ауданында халықты әлеуметтік жұмыс орындарына жалған орналастыру фактісі тіркелген. Яғни екі қолға бір күрек таппай жүрген азаматтар өздерінің жұмысты болғаннан да хабары болмаған. Сонымен қатар, кейбір мемлекеттік қызметшілер әлеуметтік жұмысқа бағытталған ақшаны қалталарына басқаны жөніндегі деректің де беті ашылды. Алайда жергілікті жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Хелуа Кашкенова толық тексеру жұмыстары жүргізілгеннен кейін ғана мәселенің байыбына бара аламыз деп отыр. Официально все документы. Барлық құжат заңды түрде ресімделген. Мәселен, ауыл әкімдерінің бірі ақшаны жалған құжатпен алып келгенін мойындады. Бүгінде барлық жайт бойынша ішкі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Мәселенің жай-жапсарын ведомство басшылығы анықтап жатыр. Қызығы сол, кейбір қызметкерлердің әлеуметтік салада заң аясында жұмыс атқарғанын растайтын құжаттары бар болып шықты. Сәуір айының басында мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жергілікті департаменті әлеуметтік қызмет саласында сыртқы талдау жұмыстарын жүргізді. Бүгінде барлық анықталған олқылықтар мен заң бұзушылықтар қатаң бақылауға алынып, материалдар ведомство қарауына жолданды. Айта кетейік, өткен жылы еңбек мемлекеттік бағдарламасы арқылы 2000-нан астам павлодарлық қысқа мерзімді оқу курсынан өтіп, оның 82% екі қолға бір күрек тапты. Мейірлан Алтынбек, Самат Оспанов, Хабар 24, Павлодар.